Сәлеметсіздер ме қымбат достар? Менің Әлия Әлем атты каналымның тұрақты көрермендері және болашақ көрермендері. Кейбіреулеріңіз байқағаныңыздай, менің каналымның бір парағы ғылыми жоба деп аталады. Бұл парақшада мен ғылыми жобаны қалай жазу керек, қалай қорғау керек, дайындық барысын қалай ұйымдастыруға болады, осы жөніндегі өзіндік іс тәжірибемен бөлісіп жүрген болатынмын. Ендігі кезекте мен білім алушылардың, студенттердің, мектеп оқушыларының ғылыми жобаны қорғау сәтінен назарларыңызға бірнеше видеоларды ұсынып бастадым. Бүгінгі кезекте біздің университетімізде жылма-жыл дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын Жұбанов керуені байқауына қатысушы Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Қаратауғай орта мектебінің 11 класс оқушысы Елемес Гүлфайрустың ғылыми жобасын қорғау сәтінен бір көріністі назарларыңызға ұсынамын. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, соңына дейін қарап, каналымның тұрақты көрермендері болуға, үліп басуға, пікір алмасуға, кері байланыс жасауға шақырамын. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің каналымда сан тарау тақырыпта жарияланып жататын видеоларды ең алғашқылардың бірі болып көре аласыздар. Видеоны назарларыңызға ұсынамыз. Мәртөк ауданы Қаратауғай жалпы орта білім беретін коммуналдық мекеменің 11 сынып оқушысымын. Менің бағытым қазақ тілі мен әдебиеті, жұмыстың тақырыбы Жұбановтар мұрасы, ұлттық жаңғырудың қайнар көзі. Жетекшім Тұрмағамбетова Қаламқас Қаратауғай жалпы орта білім беретін коммуналдық мекеменің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог зерттеуші, ғылыми жетекші Сәдуақасов Нұрбол Абдулла, ұлы филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Мазмұным кіріспе. Негізгі бөлім Жұбановтар мұрасы, ұлттық жаңғырудың қайнар көзі. Осы негізгі бөлімді 3 тақырыпшаға бөлдім. Біріншісі күллі қазақ мақтанышына айналған Жұбановтардың өскен ортасы, әке тағылымы, ғылымға бет бұруы. Екінші тақырыпшам ұлттық жаңғыру ұғымының Құдайберген Жұбанов еңбектерімен байланысы. Үшінші тақырыпшам Ахмет Жұбановтың еңбектері ұлттық болмысын танытатын қайталанбас шығармалар, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін ғылымның қарыштап дамыған сәті болды. Ең алғашында өзіміз барлығымыз әдебиет тарихынан да және жалпы Қазақстан тарихынан да білетін Алашордашы партиясы құрылуы және сол Алашордашылардың қатарындағы және көптеген басқа да қазақ тарихындағы шоқтығы биік саңлақтарымыздың жиналуы. Солардың ішінде мен үшін өзімнің Ақтөбе өңірінен шыққан тұңғыш ғалым профессор Құдайберген Жұбановтың рөлі ерекше. Зерделеу жұмысында ғылым мен музыка өнерінде үлкен жетістікке жеткен күллі қазақтың мақтанышына айналған Жұбановтардың өнегелі өмірін үлгі еткім келеді. Сондықтан да Жұбановтар мұрасы, ұлт қайнар көзі деген тақырыпты таңдай отырып, осы тақырыпты жан-жақты зерделеуді жөн санадым. Өйткені, біріншіден, Жұбановтар ғылыми еңбектерімен артында өшпес мұра қалдырған дара тұлғалардың бірі. Жұбановтар көзі тірісінде халық ықыласына бөленген жандар. Өйткені олар құнды тарихи шығармалар мен зерттеу еңбектерін өздерінің барлық күштерімен, күш қайратымен ұлт болашағы үшін салып кеткен ардақты тұлғаларымыздың бірі. Екіншіден, Жұбановтар мұрасы ұлттық жаңғырудың қайнар көзі де болды. Құдайберген тіл, әдебиет ғылымы, философия, педагогика, түркітанушы педагог болғандықтан ол осындай қадау еңбектер қосты. Ахмет қазақ музыкасына классикалық алтын дәуірі шығармаларын зерттеді, нотаға түсіріп, әлем халқына паш етті. Біздің көптеген халық білетін күйшілеріміз болғанымен, олардың білмейтін көптеген күйлері, әндері нотаға түспей қалған, міне соны Ахмет Жұбанов түзеді және өзінің ғылыми жобаларын қорғап, сол арқылы қазақтың бүкіл күйшілерін, әншілерін, қазақ даласындағы ұлы тұлғаларды, музыка саласындағы ұлы тұлғаларды зерттеп, оны ғылыми жоба тұрғысында таныта білді Ахмет Жұбанов. Менің алға қойған мақсатым осы сұрақтар төңірегінде Жұбановтар мұрасы, ұлттық жаңғырудың қайнар көзі деген тақырыпты ала отырып, іздену жұмысында өзімдің ой пікірімді білдіру, Жұбановтар бойындағы асыл қасиеттерді келешек ұрпаққа үлгі ету болды. Жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатқан өскелең жас ұрпаққа бізге осындай алаш елі үшін өздерінің еңбектерін аямай
Түргежілген Жұбановтар әулетін бізге өсиет өнеге ету менің парызым болды. Мен осы тақырыпты арнайы алдым. Өйткені біз Ақтөбе өңірінде осындай Жұбановтар әулеті секілді көркемдеп ғылым жолында дамыған тұлғалармен бір Ақтөбе өңірінде туылғанымды мен мақтан тұтамын. Және солардың еңбегін қуып, солардың жолын қуып, философия мамандығын таңдадым. Құдай берген ағамыздан көптеген үлгі алдым. Жұмыстың міндеті тіл білімінің тұңғыш профессоры Құдайберген Жұбановтың ғылыми еңбектерін ұлттық жаңғыру тұрғысынан қарастыру, Ахметтің музыкаға қосқан үлесін оқырманға таныту, ұлттық мүдде тұрғысынан талдау, Жұбановтардың өнегелі өмірлерін, олардың бойындағы қазақы мінезді, өз ұлтына деген сүйіспеншілікті бағалау, сол арқылы өз замандастарында адами қасиеттерге өзін-өзі тануға тәрбиелеу, зерттелген материалдарды бір жүйеге келтіру. Қайнар көзі бірінші тақырыпша Жұбановтардың өскен ортасы, әке тағылымы, ғылымға бет бұруы. Қазақтың тәрбие тал бесіктен басталады деген сөз бекер емес деп ойлаймын. Өйткені осы Құдайберген Жұбановтың әкесі Қуан өзінің баласы Құдайберген үшін және баласы Ахмет үшін өзінің олардың өміріндегі рөлі өте жоғары болды. Неге десеңіздер, Ахмет пен Құдайбергенге өзінің барынша білімін, өзінің бар қолынан келетін күш қайратын жұмсай білген тұлға. Енді осы тұста ол ең алдымен Қуан өзі мұсылманша таныған, өзі ашық сауатты, мұсылманша сауатты адам болған, бірақ ол мұсылманша тұрғыдан сауатты болғанымен молдалық құрмаған, және молдалық құрмағанымен ол өзінің ауылына жаңадан ашылайын деп жатырған медресенің салуына ат салысып, одан қырғыз елінен оқыған жас Омар мен Оспан атты ағалы інілі оқымысты имамдар жаңа мешітке шақыртқан. Қуанның балалары әуелінде сол мешіттен дәріс білім алады, өздерінің сауаттарын ашады және мұсылманша арабша тілдерді, мұсылманша хаттанып, араб тілдерін үйренеді. Кейін Қуан бұнымен тоқтап қалмайды, балаларының әрі қарай ізденгенін қалайды. Өйткені ғылымның ғасырдың алдымыздағы заманның оқыған адамның заманы болатындығын біледі және соған орай Қуан Темір Орқаш болысында 2 орыс қазақ училищесі ашылу керек екенін естіп, Орынборға барып, сол училищесінің біреуі өз ауылына аштыруға рұқсат қағаз алады. Міне Қуанның мектеп ашуды сұрап жазған арызы Орынбор мұрағатында сақтаулы. Бұл мектеп бір класстық деп аталғанымен 3 жылдық орыс қазақ мектеп училищесі болады. Міне осы жерден ол балалары Ахмет, Құдайберген сынды көптеген өзінің Жұбановтар әулетіндегі балалар, 10 шақты балалар білім алады. Сол арқылы олардың білімге деген құлшыныстары арта түседі. Құдайберген Жұбанов 1899 жылы 19 желтоқсанда Темір ауданында дүниеге келген, тіл білімі саласындағы алғашқы қазақ профессоры, түркітанушы педагог. Ол 1938 жылы 25 ақпанда жазықсыз жаланың құрбаны болды. Әке қалауымен алдымен Оспан Ишан медресесінде білім алады, араб тілін үйренеді және 1918 жылы Електегі 2 класстық орыс қазақ училищесін бітіріп, Темір Орқаш болысында әуелі хатшы, кейін төрағасы қызметтерін атқарады. Ахмет 1906 жылы 29 сәуірде дүниеге келген. Ол қазақтың көрнекті музыка зерттеушісі, композитор, тарихшы, алғашқы ұлт аспап оркестрінің құрушы, дирижер, Қазақ КСР халық әртісі, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, ол өнертану ғылымының докторы, профессор. Ахмет бар саналы ғұмырын қазақ музыкасының өсуі, өркендеуі үшін өзінің бар үлесін қосқан. Ағасы Құдайбергенді тұтқындағанда оның өмірінде қиын кезеңдер басталады. Соған қарамастан қиыншылықпен күресе жүріп, қазақ музыкасының дамуына өлшеусіз үлес қосады. Ұлттық жаңғыру ұғымының Құдайберген Жұбанов еңбектерімен байланысы. Осы тұста айта кететін бір жайт, Құдайберген көптеген еңбектерін жазғанын біз айтпаса да белгілі шығар. Ол көптеген салаларда өзінің еңбектерін қорғаған ғалым, профессор. Бірақ оның мен алған тұсым, мен үшін өзекті болып көрінген тұсы, ол латын графикасының 20-шы ғасырдағы 20-30 жылдарындағы латын графикасының қолданылуы болатын.
сол кезде латын графикасын қолдап алғашқы үкімет атынан шыққан Құдайберген Жұбанов болатын. Ол латын графикасын қолдау себебі араб жазуынан енді ғана шығып келе жатырған қазақ үшін бұның пайдалы болатынын түсінді, ұғынды және соған халықты жалпы ұлт көсемдерін және басқа да көптеген онымен бірдей тең келе жатқан ұлт көсемдерін оларға танытқысы келді. Ол үшін мына сөз таза қазақша, мынаның тегі жат деп сөздің тегін қосып жатудың қажеті жоқ. Тегі қайдан шықса да бәрібір қазақ тіліне кірген сөздің бәрі де қазақтың өз сөзі терілуі керек деген тұжырымдамасы бар. Ол ереже жасауда емле жеңіл болу үшін ереженің санында ережеге көнбейтін одағай қалыптардың санында құр тек аз ету шарт емес, қайта тілде бар емлеге керекті қалыптардың бәрін түгел тексеріп ереже болып қорытындылап шығуы шарт деген. Басқа тілден енген сөздерді өзінің қазақ тіліне сай етіп емле жазуына, орфография мен орфоэпия сингармонизм заңына толық бағынуы үшін өзінің қолынан келген барлығын жасаған тұлға. Құдайберген Жұбановтың қазақ әліпбиіне и, у әріптерін ұсына отырып, оның о, у, у және и, и-лерде әрқайсысында екі-екіден дыбыс бар деушілердің екіншісі әрі бар күшті дәлел. Бұл қосар әріптер ерте кезде бір дауысты, бір дауыссыздан құралған болған деседі. Мұнысы дұрыс, мысалы су сөзі дұрыс болса, оны су бірлесіп деп түрінде болуы рас деп, бірақ солай болады екен деп қос әріппен жазу дұрыс емес деген тұжырым жасайды. Біз білеміз, араб графикасын жасаған Ахмет Байтұрсынов болатын. Оны араб графикасы десе есімізге Абай Ахмет Байтұрсынов түссе, ал латын графикасы десе Құдайберген Жұбанов дейтін анық деп ойлаймын. Өйткені ол сол арқылы өзге дамыған елдермен терезесі тең болсын, олар жеткен биік жетістікке қазақ ұлты жетсін деген ниетпен осы латын графикасын қолдаған. Мен сол арқылы Құдайберген Жұбановтың ұлттық жаңғыру түрінде, ұлттың ұлт болып қалыптасуы түрінде жасаған жұмыстарының қаншалықты маңызды болғанына көз жеткіздім. Бұл ұлттық жаңғыру дегеніміз бәсекеге қабілетті ел болу кепілі. Осы тұрғыда қарағанда Құдайберген Жұбановтың латын графикасына өту барысында еңбектері ұлттың ұлт болып дамуына қосылған өлшеусіз үлесі. Басқа сауатты ұлттардың жеткен биігіне жетіп, ұлттың болашағы жарқын болады деп түсінді. 90 сөздің толықтай түйінін айтар болсам, осы ғылыми жобада Құдайберген Жұбанов еңбектеріндегі латын графикасына қатысты емле жайында ізденістер мен тұжырымдарды ғана қарастырдым. Өйткені ұшан теңіз мол мұраны саралау ғалымдардың еншісінде деген ойдамын.